Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеода біз әрбір әйел үшін өте маңызды тақырыпты қозғаймыз. Бұл күйеуіміз үшін жасалатын дұға. Кейде өмірде түсінбеушілік болады, кейде қиындық келеді. Бірақ бір нәрсе бар, ол дұғаның күші. Шын жүректен жасалған дұға тағдырды өзгерте алады. Сондықтан бүгін сіздерге күйеуіміз үшін ең әсерлі, жүрекке жететін дұғаларды ұсынамыз. Екінші, дұғаның мағызы. Дұға мұсылманның ең үлкен қаруы. Алла тағала Құранда: «Маған дұға етіңдер, жауап беремін» деп уәде еткен. Күйеуіміз үшін дұға жасау бұл тек сөз емес, бұл махаббат, қамқорлық, сабырдың белгісі. Көп әйелдер сұрайды: «Күйеуім өзгерсін, маған жақсы қарасын, табысы артсын» деп. Бірақ сол үшін ең бірінші не істеу керек? Жауабы дұға. Үшінші, негізгі дұғалар. Бірінші дұға махаббат үшін. Уа Алла, күйеуімнің жүрегіне маған деген махаббат сал. Арамызды жақын ет, бір-бірімізді түсінуді нәсіп ет. Бізді бір-бірімізге жұбаныш ет. Әмин. Екінші дұға рызық үшін. Уа Раббым, күйеуіме адал әрі мол ризық бер. Еңбегіне береке беріп, табысын арттыр. Қиындықтарын жеңілдет. Әмин. Үшінші дұға қорғаныш үшін. Уа Алла, күйеуімді барлық жамандықтан сақта. Көз тиюден, бәле жаладан қорғай көр. Жолын ашық ет, жүрегін тыныш қыл. Әмин. Төртінші дұға иман үшін. Уа жаратқан, күйеуімнің жүрегін иманға толтыр. Оны намазға, жақсы амалдарға жақын ет. Бізді бірге жәннатқа жетелейтін құлдарыңнан қыл. Әмин. Бесінші дұға отбасы үшін. Уа Алла, отбасымызға береке бер. Арамыздағы түсіністікті күшейт. Балаларымызды да қайырлы, иманды ет. Әмин. Төртінші, кегестер дұғаның қабыл болуы үшін. Шын жүрекпен айту, күнде қайталау, жақсылық ойлау, сабыр сақтау. Ең жақсы уақыттар: таң намазынан кейін, түнде, тахаджуд уақыты, жұма күні. Құрметті әпкелер, есіңізде болсын: күйеуіміз үшін жасалған әрбір дұға сіздің отбасыңызға салынған инвестиция. Бүгіннен бастап осы дұғаларды күн сайын оқыңыз. Иншалла, сіз өміріңіздегі өзгерісті міндетті түрде көресіз. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алла баршаңызға бақытты отбасы нәсіп етсін.